Ақша шақыратын ырымдардың барлығын білесіз бе? Рас. Ақшаны шақырсаңыз келеді. Тек қай күні не істеу керектігін білсеңіз болғаны. Ақшаның шын мәнінде қуат екенін бірі білсе, бірі біле бермейді. Өмірімізде қуат қаншалықты көп болса, ақша да соншалықты молая түседі. Халық арасында ақшаны ақша тартады деген ұғым бар. Сол сияқты бойда қуат болмаса, қолға ақша түспей, берекесі кетеді. Айтулы шығарылымда өміріңізге табыса келіп, бойдағы күш-қуатты арттырып, ақша шақыратын ырымдар тізбегін тізіп шығуды жөн көрдік. Дүйсенбі. Егер дүйсенбі күні 13 деген санға сәйкес келсе, сағат 13:13-те дастархан басында отырып, 13 тиынды есептеп, оны 1 сағаттың ішінде жұмсап жіберіңіз. Сейсенбі. Егер ескі, тақ түскен тиынды тауып алсаңыз, оны әмияныңызға салып қойыңыз. Оның жанында тұрған ақша ірі болған сайын табысыңыз да молая түседі. Сәрсенбі. 50 теңгені ұсақтап, кедей адамдарға таратып шығыңыз. Осылайша, сіз өміріңізден жағымсыз сәттер мен сәтсіздіктерді, кедейлікті алыстата аласыз. Бейсенбі. Үйден шықпас бұрын ақшаны бүктеп, алақаныңыздың арасына салып, екі қастың арасына жақындатыңыз. Ақшадан өзіңізге дәулет пен сәттіліктің келуін сұраңыз. Жұма. Ақша өзін бағаламайтын, ұқыпсыз адамдарды ұнатпайды. Сол себепті үйіңізде де, кеміңізде де тесіктің, жыртықтың болмауын қадағалаңыз. Сондай-ақ әмияныңызға үнемі тиын салып жүріңіз. Ол магнит іспетті өзіне өзге тиындарды тартып тұрады. Сенбі. Қапқа бұршақ немесе тиын салып, ас бөлмеңіздегі ешкімнің көзі түспейтін жерге жасырып қойыңыз. Осыдан кейін үйіңізге ақша өздігімен кіре бастайды. Тіпті күтпеген жерден олжалы болуыңыз мүмкін. Жексенбі. Тәрелкені алып, оған тұз себіңіз. Содан кейін тұзбен бірге қайғыда, кедейлікте кетсін деп бірнеше рет қайталаңыз. Әмиянды тұздың үстіне қойып, таңертең сөмкеңізге салып қойыңыз. 7 күнге арналып жазылған ақша шақыратын ырымдар байлыққа жетелейді. Соны ұмытпаңыз. Десе де, бұл үйде отырып, ақша шақыратын ырымдарды орындай беріп байып кетем деген сөз емес. Байлыққа жету үшін алдымен еңбек етіп, жұмыс істеп, әрекет ету керектігінде жаныңызда ұстаған жөн. Ырымдар мен сенімдер тек жетістікке жетудің құралдарының бірі. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.